Кімнің сенімсіздігі төмен, сол 100 отказ жасау керек. Қараңғы түнде тауға алғып ұйқыға кетер маужырап sunайды. Үйтіп айтпа дейді. Қараңғы түнде. Сондай мүлде ұят қылықтар жасау керек, сол кезде сен әдетті қалыпты боласың. Жүзатқа жасап жүрсіздер ме? Жасау керек. Ол адамға сенімділік бергізеді де. Адамның беті қайтпауда, отказға үйрену сенің мына бұлшық етіңді шынықтырған сияқты. Мына гейт көтерген кезде жердің тартылыс күшіне қарсылық көрсетесің ғой. Сол сияқты отказбен қарсы жұмыс істеу ол керемет. Нағыз жігіт барлық қиыншылыққа шыдау керек. Сенің мына эмоцияң бекінейді. Сонда әбден адамның беті қайтпайтын. Ол наглый болды, бетсіз болды деген емес. Сенде сенімділік орнайды. Сен мақсатыңа жетесің. Бала күнімізде ше, армандар орындалады деуші едік қой. Кімнің сенімсіздігі төмен, сол 100 отказ жасау керек. Өзіне сенімсіздік төмен болса, сол анадан өзі мысалы арматураны. Мынау арматура дейік та, мынау арматура да, былай. Неге отказ жасау керек? Мынау арматуралар қисайып тұрса, да? Арматураны түзету үшін не істеу керек? Түзету үшін былай қисайту керек. Келсесіздер ме? Мына минус болып қисайып тұр ғой. Мына минус болып қисайып тұр да, мына плюс. Мынаны былай қарай қайтару керек та, мына орнына қалпына келтіру үшін. Мынаны әкеп былай қарай майыстырсаң, мына жаққа келеді қайтадан. Солай ғой. Сонда жаңағы біреудің тамағын тартып жеу, кафеге барып да, қарным ашып тұрады, тамақ беріп, артық үстінен немені қойып беріш, тегін апарып тасташы деп. Сондай ерсі қылықтар жасау арқылы сен мына қорқыныштың бәрін жеңесін де қайтадан қалпына келтіресің. Сол кезде сен сенімді адам боласың. Мынау наглый адам. Дөрекі, тағы не деп айтады? Ұялшақ, сенімсіз. Мынау қалыпты да? Қалыпты, сенімді адам. Сенімді адам. Мынау дөрекі. Мынау сөз бәріміз айтамыз, наглый деп те. Мен шешімді айтады, наглый болып та. Сондықтан мынадан бар ғой, мынандай қылық жасау керек. Керемет, наглый. Өте бір сондай қылық жасау керек те ерсіні. Сол кезде мынаны жасағаннан кейін былай боласың. Мысалы, біз нетеміз ғой, секіртіп та, шаршама, тоқтама, көшеде жүрмейсің ғой. Осындай неме жасағаннан кейін айғайлап, өлең айтқан кезде айғайлап айтып, мен ана бір ән жаздырған кезде бүйтіп айтады да, аузыңды біз ашып айтпайды екенбіз. Қараңғы түнде тауға алғып ұйқыға кетер маужырап sunайды. Бүйтіп айтпа дейді. Қараңғы түнде тау. Мен күлемде неге өсіп айту керек бәсем? Жағыңды аш, жағыңды аш. Өлең айтқан кезде біз өлең айтпайды, білмейтін адамдар жағымызды ашпайды екенбіз де, даусымыз дұрыс шықпайды. Да? Көзімнің қарасы. Мында да сөйтіп жындану керек та, көшеде зато нормально жүресің. Әйтпесе сүлкейіп жүресің. Сондықтан ана өзіңде бойда қорқыныш жеңу үшін сондай мүлде ұят қылықтар жасау керек, сол кезде сен әдетті қалыпты боласың. Мысалы 5 километр рахаттанып жүгіру үшін 15 километр екі рет жүгірш, 5 километр саған бір ойыншық болып қалады. Мына тауға өткен жылы апардық қой, мысалы ана таудың ең басына шықсаң, мына шау төбе болып қалады. Мен мына таудың бәрінің басына шыққам. Сондықтан ана тау маған бір төбе сияқты. Ал сендерге ол керемет болып көрінді. Сондықтан сенімсіз адам мынандай қылық жасау керек. Мүлде, болевой порог дейді. Соны әбден еткеннен кейін мынау саған ерунда болып қалады. Сондықтан 100 отказға шығыңдар, ұялмаңдар. Соны жеңгеннен кейін, оң келесі уақытта кезген адаммен барып еркін сөйлесе аласың. Мысалы, мына полковник Сандерс бір азын-аулақ бір пенсияға шыққан, мүлде бір $200 пенсияға шыққан, үлкен адам, KFC қазір бәрің білесіңдер де. Бұл не істей алады? Соңға айтады, не істеймін деп. Қандай адамдарға пайда көрсете алады, қандай пайда көрсетемін дейді де, үйде тауықты жақсы пісіре алады екен. Тауықты жақсы пісіре алады, соңға айтады, иә деп айтқанша, бәленбай ресторан, кафені аралайды. 730 рет отказ алады. 730 рет. Кафеге барса айтады, есің дұрыс па? Анау 20 жыл, 30 жылдық поварларға барып айтады, мен саған бір керемет рецепт берем, осынан пайдасы түскеннен кейін бөлісеміз, давай мынандай бір тауықтың пісіру рецептісі. 730 рет.